Ас үйде жүрген әрбір әйел қалампыр жайында көп нәрсе біледі. Бірақ сол дүниенің адам ағзасына тигізетін септігін біле ме екен? Бұл ашылмай қалған гүл түйіршіктері тікелей сіздің денсаулығыңызға әсер ете алады. Дегенмен, қалампырдың адам ағзасына берер көмегімен қоса, оның зияны да баршылық. Сондықтан бұл видеороликті соңына дейін көріп, хош иісті дәмдеуіштер туралы толық ақпаратпен таныс болыңыздар. Қалампыр хош иісті дәмдеуіштер қатарынан болатын Syzygium aromaticum атты өсімдіктің ашылмай қалған гүлдері. Оны формасына қарап, орыс тілінде гвоздика деп атайды. Бұл индонезиялық өсімдік талай ғасырлар бойы халықтық медицинада қолданылып келеді. Себебі оның құрамында көптеген пайдалы заттар бар. Мысалы, қалампыр, бета-каротин, С-аскорбин қышқылы, Е-токоферол, К-филохинон, ПП және Б тобындағы дәрумендерге өте бай. Сонымен қатар калий, кальций, марганец, мыс, күкірт, мырыш, натрий, магний, фосфор және темір элементтерінің қайнар көзі болып табылады. Одан бөлек омега-3 және омега-6 майлы қышқылында кездестіруге болады. Осындай пайдалы әрі бағалы заттарының арқасында қалампыр халық емінде кеңінен қолданысқа ие болып отыр. Енді осындай элементтерге бай қалампырды қалай анықтаймыз? Оның тәсілі қарапайым. Суға қалампырды салған кезде ол батып кетуі керек, немесе ұзынша жағы суға батып, тек беті ғана қалқып тұру қажет. Олай болмаған жағдайда оның құрамы құнарсыз деген сөз. Ол құнарлы қалампыр болса, құрғап тұрған күннің өзінде майыстырған кезде ортасынан сия сияқты сұйықтық білінуі қажет. Әрі қарай қалампырдың қасиеттері туралы өрбітпес бұрын сіздерден каналыма тіркелуді сұраймын. Мен наурыз айының соңына дейін 1000 оқырман жинауды мақсат қылдым. Сондықтан дәл сіздің көмегіңізге зәрумін. Тіркеліп кетсеңіз қуанып қалар едім. Қуанышыма себепкер сіз боласыз. Ал әрі қарай кеттік. Қалампырдың ас үйдегі хош иісті қызметінен бөлек адамның ағзасында кездесетін бірнеше келеңсіз аурулардан айықтыратын қасиеті бар. Бірақ оның кей кездері зияны да кездеседі. Сондықтан бұл жағдайға тереңірек үңіліп көрейік. Шын мәнінде қалампырдың құрамында антиоксиданттар тұнып тұр. Олар өз кезегінде организмді тотығу зақымдануынан қорғай отыра, қабынуды азайтып, сонымен қатар қартаю процесін тежейді. Тағы еске сала кететін жайт, антиоксидант жүрек аурулары мен рактың кейбір түрлерін алдын алуға әбден септігін тигізуі мүмкін. Сонымен қатар, қалампырдың құрамында кездесетін заттар қабынуға қарсы құрамдас бөліктердің арқасында буын ауруларында, нақтырағы артрит болған жағдайда көмегін тигізеді екен. Жоғарыда атап өткеніміздей, хош иісті дәмдеуіш кальций мен К дәруменіне өте бай. Бұл екі элемент сүйектің саулығы үшін қатты қажет екені бәрімізге айтпаса да түсінікті. Остеопороз және басқа да сүйекке қатысты мәселеге душар болған жандарға үлкен көмегін тигізуі мүмкін. Бірақ алдымен сізді емдеп жүрген дәрігермен ақылдасқаныңыз жөн. Ең маңыздысы, қалампырдың құрамында ас қорытуға арналған сұйықтықтың жақсы бөлінуіне көмектесетін талшықтар бар. Ол ішек құрылысындағы процестердің оңай өтуіне жәрдемдеседі. Енді қалампырдың зиянына тоқталмас бұрын, оның шипагерлік қасиетіне сөз тарқатайық, яғни рецептері туралы ақпаратпен бөлісетін боламыз. Ең бірінші, қалампырдың өзін жай ғана ауызға салып, сағызша шайнап жүрсе, ауыз қуысынан жағымсыз иіс шыққанда, кариестен, ауыз уылғанда таптырмас құрал болып табылады. Ол үшін бір тал қалампырды ауызға салып 10-15 минуттай шайнап жүру қажет. Күніне 1-2 рет қайталанған соң-ақ нәтиже береді. Сонымен қатар тамақтағы қабынуды кетіреді. Тіс ауырғанда және пародонтоз кезінде көмектеседі. Себебі антибактериалды және қабынуға қарсы қасиеттері оянып, аурудың асқынуына жол бермейді. Бұл тәсіл ең эффективный тәсілге жатады. Екіншіден, емдік қалампыр шайы. Оны дайындау үшін алдымен 1 литрлік банкіге немесе термосқа қайнаған су құямыз. Сосын бірнеше арша жидегін, яғни ягода можжевельника, ит мұрын, 2 дана қалампырды, сосын 2 ас қасық жаңа тазартылған зімбірді қосып, 1 литр қайнаған суға тұндырып, түнге қойып қоямыз. Сосын таңертең тұрысымен сусындағы дақылдарды сүзіп алып,
күні бойы ұрттап ішіп жүрсеңіз, денсаулыққа пайдасы өте зор. Жоғарыда айтып өткен ақпаратты еске түсіріңіз. Келесі тәсілі ұнтақталған қалампырдың бір қасық балмен қосындысы. Бүкіл иммундық системаға айрықша әсерін тигізеді. Себебі ол ішек, ас қорыту жолдарын тазартып жақсартады. Сондықтан оны тамақтанар алдында бірнеше минуттар бұрын қабылдаған жөн. Қан тамырларының жақсы жұмыс жасауына арналған шырынды дайындау үшін бізге 10 тал қалампыр мен 2 стақан арақ қажет болады. Қалампырды езіп, арақпен араластырамыз да шыққан қоспаны 3 аптадай тиіспей қойып қоямыз. Содан кейін барып қана әр тамақтаны болған соң 12 тамшы қоспаны сумен араластырып ішеміз. Осылайша күніне 3 мезгіл 3 апта бойы қабылдайды. Егер өзгерістерді байқап, ағзаңызға жағып жатса, тағы 1 айдан соң кейін қайталауға болады. Келесі бір емдік қасиеті қалампыр майын денеде, тері бетінде шыққан жара немесе іріңді жараға жақса ізін қалдырмастай етіп жойып жібереді. Ол үшін 100 мг зәйтүн майына 10 грамм айтылған дәмдеуішті араластырып, ыстық отқа қойып жайлап қайнатамыз. Дайын болған соң сүзіп, кейін суытып тоңазытқышқа салып қоюға болады. Сосын біртіндеп жараның бетіне жағып жүреміз. Бұл май сыздау шыққанда да көмектесе алады. Ескерте кететін маңызды жайт, мөлшерінен тым асыра сілтемей пайдаланған кезде де қалампыр қаншама көмегін берсе де, оның кері әсері кездесуі мүмкін. Мысалы, шамадан тыс жиі қабылдау зиянды салдарға әкеп соғуы мүмкін. Олардың қатарына аллергиялық реакциялар туындап, немесе асқазан ішек ауруларына душар болған адамдар кездеседі. Сонымен қатар, қалампырды мөлшерден тыс қабылдаған жағдайда басқа да ішіп жүрген дәрілеріңізге қосылып, мүлде басқаша реакция беру мүмкін. Ал егер ол дәрілердің арасында антикоагулянт немесе қанды сұйылтатын құрамдар болса, онда міндетті түрде дәрігермен ақылдасқан жөн. Қалампыр қосылған қоспаны қабылдамас бұрын дәрігермен кеңесу өте маңызды. Әрине, егер сіз басқа да бір дәрілерді ішіп жүрген болсаңыз. Ал осымен қорытындылай келе, видео пайдалы болса лүпіл қойып, каналдан бұдан да басқа пайдалы видеоларды жіберіп алмас үшін тіркеліп алуыңызды сұраймын. Сіздің бұл кішкентай әрекетіңіз менің үлкен арманыма қол жеткізуіме көмегін тигізері сөзсіз. Жоғарыда айтып өткенімдей, осы айдың соңына дейін 1000 оқырман жинау менің мақсатым. Сондықтан көмегіңізді тигізерсіз деген үміттемін. Көрермен, егер сіздерде пайдасы молынан көрген рецепттер бар болса, комментарийге міндетті түрде жаза кетіңіздер. Мүмкін келесі бір адамға қажет болып қалар. Сонымен видеороликті аяқтаймыз. Көп рахмет. Көріскенше күн жақсы.